Можете подержать? Конечно. Ассаламу алейкум достар. Біз бүгін 2009 жылы шыққан, маған өте керемет ұнайтын Шопокоп атты киномен танысамыз. Достар, бейнені бастамас бұрын каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал егер бейне ұнап жататын болса, пікірлеріңізді қалдырасаңыз. Жалпы осы актер өте керемет ұнайды. Бұл фильм 2009 жылы шығып, кейін 2015 жылы Шопокоп атты осы фильмнің екінші жалғасы шыққан еді. Негізі актердің харизмасы, ойнау шеберлігіне тәнтімін. Сөз жоқ. Комедиялық жанрда ең талантты актерлардың бірі десем қателеспеймін. Міне осылай жігіттер, жеке менің ойым негізі. Біздің басты кейіпкеріміз Пол Бларт деген күзетші. Күзетте жұмыс істегенімен полицияға жұмысқа орналаспақшы болады. Орналасу үшін спорттық имтиханын өту керек қой. Жүгіру тағы да басқа деген сияқты. Бірақ имтиханнан 8 рет құлаған екен. Пол тамақ жегенде өте қатты ұнататын. Әсіресе тәттілерді жегенде өте қатты жақсы көреді. Соның кесірінен оның бойында жарты сағат сайын тәтті жемесе талып қалатын ауру пайда болған. Ол өзінің анасымен және қызымен тұратын. Әйелі болса оларды тастап кеткен екен. Анасы мен қызы Пол үшін уайымдап, оған жұп іздеумен әлек болады. Ал Пол болса еш қайсысын ұнатпайды. Емтиханнан құлаған Пол әдеттегідей анасы мен қызы үшеу кешке тамақтанып отырады. Пол өзінің емтиханнан өтпей қалғанына еш уайымдамайды. Пол анасының пісірген тағамдарын жақсы көреді және әрдайым отбасымен әзілдескенді жақсы көретін. Пол өзі сауда үйінің қызметкері, күзетшісі болып жұмыс жасайды. Күзетші дейме, қалай өзі? Айтпақшы, басты кейіпкеріміз гироскутермен жүреді. Сол сауда үйіндегі күзет қызметкерлері сол гироскутермен жүру тиіс екен. Бірақ Пол ол гироскутер тебудің ең шебері еді. Әдеттегідей таңертең шығып жұмысына барады. Сол жұмысында жаңа жұмысқа орналасқан әшекейлер сатушы әйелді байқап қалады. Назары сол әйелге түсіп кетіп, алдында тұрған көлікке гироскутермен соғылып қалады. Жалпы кино қызық комедия. Күлмеу мүмкін емес. Сөзбен де жеткізе алмайсыз. Эмоция керек. Бір адамдар болады ғой, ешқашан өзіне шаң жолатпайтын. Жалпы Пол сондай адам етін. Әлгі әйелді ұнатқан Пол танысуға бел буады. Жұмысына әріптес ретінде тағы да бір қызметкер кірген болатын. Полды әріптестері сыйламайтын, төмен көретін, кез келген жерде мазақтауға тырысатын. Және де сен толықсың деген сияқты көңілге ауыр сөздерді айтатын. Пол болса ондай сөздерге мән бермейтін. Ол әрдайым көңілді жүруге тырысатын. Бірақ ішкі дүниесінде неге мен әлі жалғызбын деген мұң болатын. Жұмысқа орналасқан жаңа әріптесі есімі Симс болатын, шатаспасам, әлгі әшекей сатушы әйелді тағы да бір жігіт ұнататын еді. Ол жігіт өзінше болып қалған біреу екен. Ол қалам сатушы болып жұмыс жасайды. Ол болса Полға: сен күзетшісің, сенде мүмкіндік жоқ, сол үшін де жақындамай қою ол әйелге деп өзінше болатын. Күндердің бір күнінде сол сауда үйіндегі қызметкерлер барлығы клубқа демалуға барады. Көңіл көтереді, ал қалам сатушы болса ана әйелдің қасынан кетпей қояды. Пол ана әйелге жақындап әңгіме айтқысы келеді, сөйлескісі келеді, ұнатады ғой. Ал әлгі жігіт болса: біз негізі әне-міне біргеміз. Сен күзетшісісің, мен болсам Камри алдым, сенде мүмкіндік жоқ деген сияқты тәкаппар сөздерін айта бастайды. Клубта әр түрлі ойындар болады, музыканттар ән айтады. Сол түні Пол байқамай спирттік ішімдік ішіп қойып, әлгі клубта қатты билеп, есерленіп, музыканттарға тиісіп, груб айтқанда концерт қояды ғой. Екінші күні ұялып, Пол әлгі әйелге барып ақтала бастайды. Кешірім сұрап деген сияқты. Ол әйел болса ешқандай қарсы сөз білдірмейді. Егер де қыдыру керек болса, SMS жазасын ғой деп жымиып қалады.
Пол болса әрине SMS жазамын дейді, бірақ Пол телефон ұстамайтын еді. Жұмысында телефон сататын досынан уақытша телефон сұрап алады. Маған көмектесші, менде телефон жоқ. Ол әйелге SMS жазып тұру үшін керек деп сұрап алады. Әлгі телефон сатушы болса өзінің қызының телефонын береді. Менің қызым жазаланған еді. Көп телефонда сөйлеседі. Сол үшін мен алып қойдым. Сен уақытша ұстай тұр, кейін қайтарасың ғой дейді. Сауда үйінде қызметкердің бірі ойын залында жастарға қызмет жасаушы еді. Үйге ерте кету керек деп Полға қарай салуын өтінеді. Пол болса ақ көңіл, жарайды қарай салайын дейді. Жастар шығып кеткен соң өзі сол ойындарды қызыққаннан ойнап кетеді. Сол сәтте осы сауда үйін террористер жаулай бастайды. Барлығы болса қашып сыртқа шығып кетеді. Ал қызметкерлерді террористер ұстап қалады. Қызығы, сол террористердің бастығы әлгі Симс деген Полдың әріптесі болып шығады. Ол болса осы уақытқа дейін жұмыс барысында сауда үйінің бүкіл құпиясын біліп алған екен. Сол кезде әкесіне тамақ әкелген Полдың қызы да ұсталып қалады. Оны да сол тұтқындардың қасына отырғызып қояды. Сол аралықта Полдың қызы әлгі әшекей сататын әйелмен танысып алады. Бүкіл әріптестерді ұстаған, ал Пол сол ойынға беріліп кеткеннен халықтың қалай тез шығып кеткенін байқамай қалады. Сауда үйі қалай тез жабылып қалды деп таңғалады. Ойын залынан шыға бастаған сәт. Сол сәтте әлгі досы берген телефонға бір жігіт қоңырау шалады. Есімі Парис болу керек. Ол болса әлгі телефоны алынып қойған жазаланған қыздың досы екен. Сол аралықта екеуі бір-бірімен танысып алады. Әлгі жігіт өзінің программист және оның телефонын GPS арқылы бақылап жүргенін айтады. Сыртқа шығып сауда үйін біраз аралаған Пол сауда үйін террористер жаулап алғанын байқайды. Бірден полиция қызметкерлеріне қоңырау шалып, мән-жай айта бастайды. Полиция болса Полға ақырын білдіртпей шығуын талап етеді. Сыртқа шығып бара жатып, әлгі әшекей сатушы әйелдің көлігінің әлі осында тұрғанын байқайды. Әйелге деген сезімі үшін автоматтық түрде геройға айналады. Былайша айтқанда ішке қайрадан кіріп кетеді ғой. Полдың жұмысындағы бастығы Полға қоңырау шалып не істеп жатқанын сұрайды. Пол болса мен бәрін құтқарамын дейді. Сөйтіп қоймай сауда үйінің ішінде қалады. Пол әлгі тұтқындар отырған жерге жақындап барып, сол террористердің бастығы Симс деген әріптесі екенін байқап қалады. Пол таң қалады. Не істейді? Жай отырмайды ғой. Жоспар құра бастайды. Кейін кезек-кезекпен әлгі террористерді тұзаққа түсіре бастайды. Уақыт өте келе Симс өзінің адамдарын бір күзетші қырып жүргенін біледі. Симс болса бір ғана күзетші сендерді жер қылды деп өз адамдарына ашуланады. Пол шынымен де кәдімгідей кереметтен мықты қаһарман болады. Әйтпесе ол жүгіре алмайтын, емтихан тапсыра алмаған, тамақ қана жей беретін еді. Өзінің кабинетіне келіп, бүкіл халыққа естілетін микрофон арқылы Симсқа өзінің кім екенін жария етеді. Осыған дейін бүкіл адамдарыңды мен қырып жүргенмін. Егер маған тұтқындарды бермесең, сазайыңды беремін дейді. Симс болса әлгі өзінің адамдарын кезек-кезекпен қырып жүрген күзетші Пол екенін білгенде мүлдем таңғалышты болады. Сол уақытта Пол тәтті жемегеннен есінен талып қалады. Жерден кәмпит тауып алып, қайрадан тұрып сөзін жалғастырады. Симсқа шағын тұзақ жасап, өзі болса достарын құтқармақшы болады. Сол аралықта Симс келіп қалады. Әлгі қашайын деп тұрған достарын көріп, шапалақ соға бастайды. Симс болса телефонды маған бер дейді. Сен сол телефонға бүкіл сейфтің кодын сақтап жүрдің. Менде телефон жоқ деп айта бастаған кезде әлгі жігіт тағы да қоңырау шалады. Амал бар ма, телефонын береді. Кейін Полдың қызымен әлгі әшекей сататын әйелді тұтқын ретінде алып, аэропортқа қаша бастайды. Артынан көлікпен Пол жүре бастайды. Пол жолда әлгі жігітке программистке қоңырау шалып, телефон арқылы қайда бара жатқанын тауып берші дейді. Әлгі жігіт олардың әуежайға бара жатқанын айтады.
Сол жолда самолетқа отырайын деп жатқанда артынан Пол келіп оны тоқтатады. Пол мен Симстің арасында төбелес болып, кейін Пол жеңіп шығады. Қызы мен ұнататын әйелін аман есен құтқарған Пол үйіне оралады. Екінші күні полиция қызметкерлері Полға жұмысқа шақырады. Полиция қызметкері болыңыз дейді. Бірақ Пол бас тартып, жоқ, мен күзетші болып осы сауда үйін қорғап жүре берейін дейді. Достар, осымен қысқаша шолу бітті. Сіздермен болған Кино Шолу YouTube каналы.